16 наурызға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты, сізге бүгін тыныштықты сақтау әдеттегіден қиынырақ болады. Эмоционалды жағдайдың шиеленісуіне байланысты сіз болмашы оқиғаларға шамадан тыс әрекет ете аласыз, және сізге айтылған кез келген түсініктемелерді жүрегіңізбен қабылдай аласыз. Маңызды шешімдер қабылдауға асықпағаныңыз жөн, әсіресе олар сіздің жеке өміріңізге қатысты болса. Бұл салада бір нәрсені өзгертуге қолайлы сәт сәл кейінірек келеді. Сіз қол қусырып отырғыңыз келмейді, және сіз жоспарлаған барлық нәрсені және одан да көп нәрсені орындауыңыз мүмкін. Сізге жақын адам сіздің көмегіңізге мұқтаж болуы мүмкін. Сіз сұраулардан бас тартпайсыз, тіпті бұл сіздің бизнесіңіздің біразын кейінге қалдыруды білдірсе де. Торпақ. Бұл күн көптеген күрделі мәселелерді шешуге қолайлы. Сіз абай боласыз, сіз ештеңені жоғалтпайсыз, сондықтан қателер ықтималдығы аз болады. Бүгін көптеген торпақтар жақын арада олар үшін пайдалы болатын нәрсені үйренеді немесе өте пайдалы болатын ақпарат алады. Шығармашылықты, тапқырлықты және қиялды қажет ететін мәселелермен сіз әсіресе жақсы айналысасыз. Интуиция басқалармен қарым-қатынаста қиындықтардан аулақ болуға көмектеседі. Сіз көп адамдарды жақсы түсінесіз. Кеш романтикалық тосын сыйларды уәде етеді. Егіздер, көптен бері қолға алмаған іске кірісетін кез келді. Бүгін сізге бірден бірнеше мәселені шешуге тура келеді, бірақ бұл қиындық тудырмайды. Кейбір егіздер өздерінің проблемаларымен ғана емес, басқалармен де күреседі. Айналаңыздағылар сіздің көмегіңіз бен қолдауыңызға риза болады. Күннің екінші жартысы әсіресе қарым-қатынасқа қолайлы болады. Бұл уақыт достармен кездесуге, отбасылық іс-шараларға және романтикалық кездесулерге қолайлы. Жақын адаммен жолға шықсаңыз, сапарлар сәтті болады. Шаян, күрделі мәселелерді шешуге қолайлы күн. Сіз көп нәрсеге айналаңыздағылардан мүлдем басқаша қарайсыз. Бұл басқаларға өте қиын болып көрінетін мәселелерді тез шешуге мүмкіндік береді. Жақындарыңызбен қарым-қатынас сізді қуантады. Сіз олардан көптеген қызықты нәрселерді үйренесіз, өте жағымды нәрсені естисіз. Романтикалық тосын сыйлар болуы мүмкін. Бұл күн шығармашылықпен айналысуға да қолайлы болады. Кейбір шаяндар өз күштерін мүлдем жаңа нәрседе сынап көреді және өте риза болады. Мүмкін бүгін таңдаған хоббиіңіз көп ұзамай табыс көзіне айналуы мүмкін. Арыстан, уақытты босқа өткізгіңіз келмейді. Сіз күнді ерекше маңызды нәрселерден бастағыңыз келетін шығар, және сіз дұрыс әрекет етесіз, өйткені таңертең әсіресе қолайлы болады. Алыстан жақсы жаңалық келуі мүмкін. Олар кейбір арыстандарға жақын болашаққа арналған жоспарлар туралы шешім қабылдауға және жақын арада не нәрсеге назар аудару керектігін шешуге көмектеседі. Күннің екінші жартысы әсіресе қарым-қатынасқа қолайлы болады. Отбасылық оқиғалар жақсы болады, ал достарыңызбен кездесулер сізді қуантады. Бірінші кездесуде көңілін қалдырмайды, өзара жанашырлықтың бірден өршуі ықтималдығы жоғары. Бикеш, сізді қарбалас күн күтіп тұр. Ескі жоспарларды ұстану екіталай болады, импровизациялау, әдеттен тыс мәселелерді шешу және жаңа нәрсе ойлап табу керек болуы әлдеқайда ықтимал. Сіз жақсы жұмыс жасайсыз, бірақ бұл үшін күш қажет. Демалуға, қызықты және шабыттандыратын іс-шараларға уақыт табыңыз. Сіз үйдегі кейбір мәселелерді және күнделікті мәселелерді тез шеше аласыз. Бұл шығындарды қажет етуі мүмкін, бірақ олар айтарлықтай болмайды. Күннің екінші жартысы жоспарлы сатып алулар жасауға қолайлы және сіз өзіңізге бірдеңе сатып алып қана қоймай, жақын адамдарыңызға сыйлық таңдай аласыз. Таразы, күн өте жемісті болады. Оның бірінші жартысында сіз жаңа нәрсені қабылдауға болады, сіз өзіңізге қажет нәрсені тез үйренесіз және көп ұзамай табысқа жете аласыз. Бұрыннан жинаған білім мен тәжірибе пайдалы болады. Олардың арқасында сіз тіпті болмашы қателіктер жібермейсіз және ешкімнің сізді шатастыруына жол бермейсіз. Күннің екінші жартысы бұрын басталған тапсырмаларды орындауға, сондай-ақ жақын адамдарға көңіл бөлуге қолайлы.
Сіздің туыстарыңыз сізге жақсы жаңалық, ал достарыңыз сізге өте қызықты және еліктіретін нәрсе ұсынады. Саршаян кез келген кездесулер үшін тамаша күн. Жақын адамдар да, жаңа таныстар да сізді жақсы түсінеді. Соңғы қарсыластар күтпеген жерден сіздің тарапыңызды алып, ынтымақтастықты ұсынуы мүмкін. Мен келісуім керек пе? Сәл күтіп көбірек ақпарат жинауға тырысқан дұрыс. Жақында не істеу керектігі толық түсінікті болады. Ұсақ-түйек істерді тез шешіп, түстен кейін маңыздырақ іске кірісесіз. Дегенмен маңызды мәселелерді шешу сіз күткеннен ұзағырақ болатынын есте сақтаңыз. Мерген күн қызықты және есте қаларлық болады. Ол сізді әдеттен тыс кездесулермен таң қалдыратыны сөзсіз. Кейбір мергендер бұрын көп естіген адамдармен кездесуге мүмкіндік алады. Достық немесе романтикалық қарым-қатынастың басталуы мүмкін. Олар бірте-бірте дамиды, асықпағаныңыз жөн. Сіз қарапайым нәрселермен айналысқыңыз келмейді. Сіз жаңа және шынымен қызықты нәрсеге ауысқыңыз келеді. Мұндай мүмкіндіктің туатыны сөзсіз. Ұзақ уақыт бойы есте қалатын ерекше сыйлықтар мен жағымды тосын сыйлар мүмкін. Тәуешкі болашақ туралы ойлау, жоспар құру немесе жай ғана армандау үшін тамаша күн. Көптеген козероктар бұрын ешқашан ойламаған мүмкіндіктерді көреді немесе бұрыннан жоспарланған нәрсені қалай орындау керектігін анықтайды. Жаңа таныстар көмек көрсетуі мүмкін. Бұл достық және романтикалық қарым-қатынастардың бастауы болуы мүмкін. Ескі таныстардың кеңесін тыңдаған жөн. Олардың арқасында сіз тітіркендіргіш қателіктер жібермейсіз. Кеш серуендеу және саяхаттау үшін қолайлы. Егер достарыңыз сізді бір жерге шақырса, бас тартпаңыз, пейзажды өзгерту пайдалы болады. Су құйғыш. Күннің басталуы өте жағымсыз болуы мүмкін. Көптеген су құйғыштар бұл уақытта ұсақ-түйектерге алаңдауға бейім болады, және олар бұрын аз назар аударған нәрселерді жүректерінен қабылдайды. Отбасында келіспеушіліктер мен жақын адамдармен келіспеушіліктер болуы мүмкін. Дегенмен күрделі қақтығыстар болмайды, қарым-қатынастардағы үйлесімділік жақын арада қалпына келеді. Күннің екінші жартысы қолайлы әрі қызықты болады. Бұл достармен сөйлесуге, кейбір ойын-сауық іс-шараларына қатысуға қолайлы. Қонақтар күтпеген жерден келуі мүмкін, сіз оларды көргеніңізге қуанышты боласыз. Балықтар бұл күн қарапайым және бұрыннан таныс мәселелерден бастап күрделі және мүлдем жаңаға дейін көптеген мәселелерді шешуге қолайлы. Жағдайды шарлау және қалай дұрыс әрекет ету керектігін түсіну сізге көп уақытты қажет етпейді. Жақын жерде сіздің кез келген ұсынысыңызға жауап беруге және ең батыл идеяларыңызды жүзеге асыруға көмектесуге дайын адамдар болады. Егер сіз қандай да бір ойын-сауық шараларына барсаңыз, сіз көпшіліктің назарында болып, көптеген мақтау сөздер еститін шығарсыз. Ескі достармен кездесуге риза боласыз, ал жаңа таныстармен араласу көңіл күйіңізді көтереді.